Сәлем достар, бүгін песочный слоеный самса жасап үйренеміз. Менімен бірге дайындап көріңіздер. Ең алдымен ұнымызға салқын кәдімгі мұздатқыштан, яғни морозилкадан алынған майымызды саламыз. Мен осы три желания станичный майын қолданамын. Осы майымызды теркадан өткізіп, песочный тесто жасаймыз. Майымыз бір бөлек, ұнымыз бір бөлек жүрмеу керек. Барлығын әдемі қылып біріктіреміз. Міне қыздар, менің песочный тестом дайын. Әбден осылай маймен ұнды араластырып аламыз. Міндетті түрде қыздар, май сап-салқын морозилкадан шыққан болу керек. Барлығын осылай араластырып алғаннан кейін 2 дана жұмыртқамызды қосамыз, шым-шым тұз қосамыз, және де 20% дүкеннің қаймағын қосып, 1 келкі қамыр дайындаймыз. Достар, егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Қамырымыздың барлығын осылай 1 келкі қылып біріктіріп аламыз да, салафан пакетикке салып, жарты сағатқа тоңазытқышқа, яғни жарты сағатқа демалдырып қоямыз. Осы аралықта 72% сары майымызды су мұншасында ертіп дайындап қоямыз. Жарты сағат өткеннен кейін қамырымды алып, 2-ге бөлемін, және де астынан жайғандай жұқа қылып жайып шығамын. Көпшілік енді бұл самсаның жұмысы көп деп жатады, бірақ та өте қыздар дәмді, керемет болып дайындалатын самсаның түрі. Сондықтан ерінбей міндетті түрде дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Қамырымды мен 2-ге бөліп жайып алдым. Енді алдын ала ертіп, суытып алған майымды 2 жаңағы қамырыма бірдей қылып, толықтай барлығын жағып шығамын. Кейін майды жаққаннан кейін шамамен бір 10 минуттай қойып қоямыз. Май толықтай жаңағы қамырымызға сіңуі керек. Көрсетілгендей осылай бір шетінен өзімізге тарта отыра, осылай орап шығамыз. Ішінде ауасы қалмау керек, сондықтан да мұқият жаңағыдай тартып, өзіңізге қарай тарта отыра, осылай орап шығасыздар. Бізге керекті барлық ингредиенттердің өлшемін төменде описание бөлімінде жазып қалдырдым. Енді дәл осылай екінші қамырымды да орап шығамын. Міне менің самсамның қамыры дайын. Енді мұздатқышқа жарты сағатқа демалдыруға жібереміз. Оған дейін бұл майы қатып, сіңіп, жақсы болып тұрады. Енді уақ етіп туралған пиязымызға тұз бұрышын саламыз. Кейін фарш салып, барлығын осылай араластырып аламыз. Міне қыздар, менің начинкам дайын, қамырым дайын. Енді барлығын көз мөлшерімен өлшеп кесіп аламын осылай. Осы тігінен тұрған күйінде оқтаудың көмегімен жаңағы жаямыз. Менде шамамен 30 самса шығады осы қамырдан. 30, кейде 32. Үнемі тапсырысқа дайындайтын самсам, сондықтан да
Өте дәмді болып пісетініне сөз жоқ, міндетті түрде дайындап көріңіздер. Дәл осылай тартылған жаңағы начинкамызды, дайын начинкамызды ортасына салып, қамырымызды осылай бүреміз. Мұқият жан-жағын біріктіреміз, ашылып кетпеу керек. Және де осылай бір шетінен алып, ішіне қарай қайыра отырып, біріктіріп шығамыз. Сіздерге міне тағы да бір самсаны түйген түрімді көрсетейін. Осылай бір шетінен ішіне қарай қайырып басасыздар. Қатты қысу керексіздер, әйтпесе ашылып кетеді. Міне дәл осылай бүріп өріп шығасыздар. Міне мен барлық самсаны жасадым. Менде протеинге сыйғанша осылай салдым. Кейін үстінен жұмыртқаның сарысын жағып, кунжут себесіздер өз қалауыңызша, және де алдын ала 200 градуста қызып тұрған пеште 30 минутта пісіріп аламыз. Самсаларымыз біздің өте жаңағы песочный тесто болғандықтан күтірлеп, керемет болып пісетін болады. Міндетті түрде дәл осы рецептпен қыздар жасап көріңіздер. Алдағы уақытта тағы да басқа рецепттермен сіздермен көрсететін боламын.